елдің, халықтың ықыласына бөленіп, бойыңды мақтаныш кернесін десеңіз, мамандық таңдаудан жаңылыспаңыз. Мамандық қандай да бір дайындықты, жауапкершілікті талап ететін еңбек қызметінің маңызды бөлігі. Бұл өте жауапты, маңызды іс. Мамандық таңдауда адам өз қабілетіне, бейімділігіне, қалауына сүйену керек. Біздің кейіпкеріміз Исламов Сейткамал ағайдың мамандық таңдауда өз қалауына сүйенгенін аңғарамыз. Жастайынан халықтың қамын ойлаған Сейткамал ағай өз ісінің нағыз майталманы. Мен 1973 жылы 15 ноябрьде дүниеге келдім. 1971 жылы бұрынғы Қазақстан ортасы Қаракөл қой совхозы, қазіргі Балаби ауылында нөмір 20 Абай орта мектебін бітірдім. Сол жылы әскер қатарына кеттім. 2 жыл отан алдындағы әскери борышымды өтедім. Одан қайтып келіп 2 жыл бізде Қаракөл қой совхозы болғасын колхозшы болып жұмыс істедім. Үй көшірдік, жер тасыдық, қора істедік, қон ойдық, қой қырдық дегендей. Сөйтіп жүргенімде жазда қойшылар жайлауға көшеді. Сонда жаңағы қойшыларды қарайлайтын фельдшер болу керек екен. Қыз балалар келеді де 1-2 ай істейді де кеме кетеді. Қыз баланың жұмысы емес пе, айылда дәртін үйіне қонып, водовозбен мажыларды аралау өте қиындау ол кісілерге. Сосын мен ойладым, осы колхозшы болып қара жұмыс істеп жүргенше неге медколледжді бітіріп алып, осы жұмысты неге істемеймін дедім. Сонымен 75 жылы медколледжге түстім, 78 жылы оны бітірдім. Сөйтіп келгенімде ауылда мамам болмағасын ауылға жібердім. Өзімнің туған ауылыма совхозға бардым да, сол баяғы қыздардың істеген фельдшерлік жұмысын істедім. Сосын 2,5 жыл істегеннен кейін қашанғы мен қойшылардың арасында жүрдім. Оқуды бітіріп алайын, университет бітіріп алайын деп 1980 жылы Алматыдағы мединститутқа түсіп, 1986 жылы бітірдім. 28-інде түсіп, 34-інде бітірдім. Мен медколледж бітірген дипломым болғандықтан, мен әрі оқып, әрі жұмыс істедім. Түркөз институтта, қазіргі тілмен айтқанда, медбике дей ма? Жалпы аяжандардың жұмысы ғой, енді ер балалар сирек кездеседі. Ауруларға дәрі тарату, укол салу, сол жұмыстарды істедім. 1986 жылы бітірдім. Институтты 86-87 жылдары Қызылорда қаласында облыстық ауруханада 1 жылдық интернатура болды. Оны бітіріп келгеннен кейін мен тағы ауылыма жібердім. 5 жыл ауылда отырдым. Ауылдық амбулаторияның меңгерушісі болып, 5 жылдан кейін аудан басшылары өздері Шелге ауыстырып алды. Шелге келіп терапия бөлімінде терапия емдеуші болып жұмыс істедім. Содан 1216 жылы еңбек зейнеткерлікке шықтым. Қазір 6 жыл болды, әлі де сол салада істеп жүрміз. Енді медицина деген, дәрігер деген өте ауыр. Адамның өмірі не байланысты? Сол аурумен бірге ауырса ауырасың, қысылса қысыласың, жүрегің ауырады. Өмір қара жұмысқа салып, еңбектің қадірі әбден санамызға сіңдіріп берген. Еңбек, бәрінде еңбек деген бар. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның күленбей деген сөз бар. Абайдың сөзі. Бәрі еңбекпен келетін нәрсе. Еңбектен секіріп, дегендерге жете бересіңдер. Жалқау болмау керек.